Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін құрманың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көру арқылы құрманың қандай ауруларға пайда екенін және химиялық қоспасы жоқ құрманы қалай таңдау керек екенін біле аласыздар. Құрма пальма ағашында өсетін жемістерден. Ол тағамдық құндылыққа өте бай. Басқа жемістерге қарағанда құрмадағы мол шекермен ерекшеленеді. Оның бұл қасиетін адамдар ежелден білген. Бүгінде құрма ең көп сұраныстағы жемістердің бірі. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалары насы? Достар, біздің арнаға көрермендердің 99%-ы тіркеусіз қарайды екен. Сондықтан арнаға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ал біз бастаймыз. Құрма пальма тегінің биологиялық түрі. Тік шыншылып 24 метр биіктікке дейін өсетін құрма пальмасы көбінесе ыстық климатты аймақтарға тән. Құрма өсіру шаруашылығымен айналысатын араб елдерінде Сауд Арабиясы, Ирак, Алжир, Мысыр, Судан мемлекеттері жатады. Аталық және аналық болып бөлінетін құрма ағашы ескі жапырақтарының түбімен бүртіктеліп өріліп өседі. Ерекше көрік беріп тұрған жағындағы әдемі шашақты жапырақтарының ұзындығы 5 метрге дейін жетеді. Отырғызғаннан кейін 4-5 жылдан кейін барып жеміс бере бастайды. Салмағы 8 килограммға дейін жететін бір шоғырына 1000-нан аса жеміс береді. Әр ағашынан 40-80 килограмм жеміс алуға болады. Шамамен 150 жылға дейін өмір сүреді. Құрманың түрлері. Әжуа құрмасы. Бұл құрма түрлі адам ағзасының түрлі у мен бактериядан тазартады. Емдік қасиеті мол жеміс түріне жатады. Жүрекке пайдалы. Бәрәни құрмасы. Бұл құрманың тойымдық қасиеті мол. Аш адам осы құрмадан жесе тез тояды. Ас қорытуға да пайдалы. Құрма адамзат баласының барлығына танымал. Ең көне жеміс болып табылады. Өзінің нәзік, тәтті әрі құнарлы сипатымен қазіргі таңда көптеген әлем елдеріне маңызы зор жеміс болып отыр. Ғалымдар бұл жемістің барлық жаңа қырын және танымалдылық ерекшелігін әрі таңдаулы ас екендігіне ғана емес, небір түрлі ауру сырқаудың таптырмас емшісі екендігін анықтап отыр. Дәрігерлер әйел адамдарға жүктілік кезінде және де босанатын күні үзбей осы жеміс шырынын ішуге кеңес береді. Себебі бұл жеміс шырыны ағзасы әлсіреген анаға күш береді. Сонымен қатар босанушы әйелдің ағзасында жаңа туылған нәрестеге өмірінің ең алғашқы сәтінен бастап өте қажетті ана сүтін құрайтын химиялық реакциясының жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Есте болар жайт, құрманың құрамында ойдың жүйелі болуына және денсаулыққа пайдалы 10 түрлі элемент бар. Бүгінде ғалымдар адам баласының тек құрма мен суды азық етіп бірнеше жыл өмір сүре алатындығын анықтап отыр. Ашығу диетология саласының беделді маманы доктор Доусон бір құрма, бір стакан сүт адам ағзасының бір күндік қажетті заттармен қамтамасыз ете алады деген тұжырым жасаған. Құрманың пайдасы. Соңғы жылдары жүргізілген зерттеулер нәтижесінде құрманың көптеген қасиеттері ашылған. Түркиядағы әйгілі Сема емханасының тағамтану және диета бөлімінің маманы Хайреддиннің айтуынша құрма лиф, минерал, фенол тұрғысынан әрі натрий, калий, магний, кальций, темір, фосфат секілді минералдарға өте бай. Атап айтқанда бұл құрманың қасиеттерін бұлай жүйелеп көрсеткен. Протеин, май, көмір, су, углевод үшеуін қатар қамтитын бірден бір жеміс. Жас құрма теріге оң ықпал етеді. Жүктілік пен күнге күйеуден түскен дақтардан кетіреді. Құрамындағы темір қан аздыққа пайдалы. В1, В2 дәрумендерінің қатар кездесуі бауырды сауықтырады. Тамақ ауруына жөтелге пайдалы. Қатерлі ісіктен, рактан сақтайды. Жүрек қан тамырларына таптырмайтын ем. Құрамында фосфор мен калийдің молдығы сүйек ауруларынан қорғайды. Жүйке жүйесінің шаршауын басады. Мидың жұмыс істеу қабілетін күшейтеді. Ас қорытуға пайдалы. Тойымдық қасиеті өте жоғары. Балғынның құрамы бойынша 60-65%, кептірген құрмада 75-80%. Қант болғанына қарамастан
адамды семіртпейді, жеңіл босануға септігін тигізеді. Сонымен қатар, құрмада ағзаға тез сіңетін және де жылдам ыдыраушы қант шырыны бар. Ол ағзаның белсенділігін арттырып, жылу күшімен қамтамасыз етіп отырады. Құрмадағы қант шырыны ағзаға қант құрамының мөлшерден асушы кәдімгі қанттан глюкозадан айырмашылығы көп. Қан құрамындағы қанттың көтерілуі бірнеше сырқаты бар жандар үшін өте қауіпті. Соның ішінде қант диабеті кезінде қан құрамында қанттың көбеюі ішкі ағзаға зиянын тигізеді. Ең бірінші бүйректің, көздің, жүректің, бұлшықеттің, жүйке талшықтарының қызметі бұзылады. Қанттың көбеюі нәтижесінде көптеген аурулардың ауыр түрлерінің себебі көру қабілетінен айырылуға, мүшелерінің жансыздануына, бүйрек ауруына және де қант диабетінің ауыр түріне апаруы мүмкін. Құрманың зияны. Барлық жағымды қасиеттерге қарамастан кейбір жағдайларда диетадағы адамдарға құрма санын азайту керек. Дәрігерлер тітіркенген ішек синдромы диагнозы қойылған адамдарға кеңес бермейді. Құрма фруктозаның көзі болғандықтан, олар кебуге және асқазанның бұзылуына әкелуі мүмкін. Көптеген тағамдар сияқты құрма аллергиямен ауыратындар үшін қауіпті болуы мүмкін. Құрма жеу алдында дәрігеріңіздің кеңесін алуды ұмытпағайсыз. Олардың құрамында қант спирті, сорбит бар. Ол диареяны тудыруы мүмкін. Сондықтан егер ішекте проблемалар болса, құрманы күнде жемеген абзал. Құрманы қалай таңдауға және сақтауға болады? Құрма сатып алмас бұрын, олардың сыртқы түріне назар аударыңыз. Жемістер ақ, жабынмен және қант кристалдарымен жабылмауы керек. Соңғысы сақтау мерзімін ұзарту үшін сиропқа малынғанын көрсетеді. Тым қатты құрғақ құрма тегіс, жарқын және етпен салыстырғанда аз дәмді болады. Жемістерді геометриялық ыдысқа, қараңғы және құрғақ жерге сақтау керек. Қолданар алдында құрманы ағынды сумен шаю керек. Шаң олардың жабысқақ қабығына түседі. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Достар, видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Келесі кездескенше аман жүріңіздер.